Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз красный бархат пирожнойларын дайындаймыз. Бізге қажет ингредиенттер: таза құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып, үстінен қантты 2-ге бөліп қосып миксерлейміз. Бізге 2 есе ылғағанша масса қажет. Сол себепті миксермен 1-2 минуттай миксерлейміз. Айранға краситель қосамыз. Бізге дүкеннің айраны қажет. Қолдың айраны бұл тестаға келмейді, сол себепті дүкеннің айранын қосамыз. Миксерлейміз. Күнбағыс майын қосып, тағы да миксерлейміз. Електен өткізілген ұнды алып, үстінен какао, разақетел қосып араластырамыз. Олар міндетті түрде електен өткізілуі қажет. Араластырып болған соң, жаңағы массаның үстінен 2-ге бөліп қосып миксерлейміз. Міне, біз осындай насатканы аламыз, кондитерлік қапшыққа саламыз. Оның үстінен жаңағы істеген тестамызды құйып шығамыз. Тестамызды осылай құйып шығамыз. Сосын пешке 160 градусқа жібереміз. 15 минутта піседі. Піскен соң осылай бөлек-бөлек қойып суытып аламыз. Сосын ғана неге қоямыз? Тарелкаға. Суыған соң печеньеларды бір-бірімен біріктіреміз. Сосын крем жағып, дастарханға қоя берсеңіздер болады. Кремнің рецептісін описаниедан таба аласыздар. Дайындап көріңіздер, өте оңай әрі дәмді болып шығады.